Абай өлеңдерін жатқа оқу эстафетасына жамбылдық ардагерлер де үн қосты. Ардагерлер үйінде өткен жиында ақсақалдар ұлы тұлғаның өлеңдерінен үзінді оқып, әндерін шырқады. Кездесуге абайтанушы Мекемтас Мырзахметов арнайы келді. Ғалым тау тұлғаның өмірі мен шығармашылығына жан-жақты тоқталып, ардагерлерге тың мәліметтермен бөлісті. Бұдан бөлек жиында ақсақалдар Абай Құнанбаевтың туындыларын оқып, ақынның шеберлігіне тәнті болды. Әсіресе ұлы ақынның шығармаларының жастарға пайдасы зор екенін ардагерлер бір ауыздан атап өтті. Абай баба ол қазақ емес, бүткіл мұсылман халқының Аристотель дер едім. Өйткені бұл кісінің өмірбаяны, бұл кісінің жинап терген қазаққа деген асыл сөздерінің барлығы дүние жүзінің мұсылмандарына таныс, білет көпшілігі. Сондықтан Абайды біз қадірлейміз.